Лагерде қыздар қандай болады екен? Өзіме бір күшті подруга тауып алмасам. Көзіңе қарасай, сен қыз, кешірші, сен менің кім екенін білесің ба? Жоқ. Көзіңе қарап жүр, түсіндің ба? Я крутой. Крутой? Кім қалды? Сабақ бастаймыз, қыздар. Кім қалды? Болыңдар сабақ. Қазір. Танысу сабағы болады. Саламатсыз ба? Келе қойыңдар. Жүнде тез отырамыз. Қош келдіңдер, балалар. Лагерге. Саламатсыздар ма? Лагер қалай ұнап жатыр ма? Я күшті. Бүгін енді біз сендермен 10 күн осы лагерде боламыз. Мен осы сендердің апайларыңмын. 10 күн сендерді лагерде қыдыртатын болам. Күшті жерлерге қыдырамыз енді. Бүгін танысу сабағы осы жерде боламыз. Ертең бізге киноға барамыз. Ар күні бассейнге, музейге, сондай. Күнде 10 күнге 10 план бар енді бізде. Ал енді сендермен жақсы қыдырамыз деген ойдамыз, қыздар, балдар? Енді өздерің бір таныстырып өтсеңдер, бізде мына жерде бір оқушы жоқ сияқты, бір қыз, Я, апай, бұл бағана жолда қап кеткен, ол бұзық сияқты ма? Білмеймін бағана, мен танымайсың ба? Мен круттоймын деп жатыр ғой, өзіңіз. Мына жерде қыз ба? Точно сол қыз ба? Я бір қап-қара. Ты чё, нормально разговариваешь, Аузыңа қап сөйле. Сен кімсің осы жерде келгенсің ба? Лагерге деген ба? Сен лагерге келдің ба? Я, апай. Отыра қойыңдар. Мектеп емес, енді бізге болады, свободный форма. Ат жөндерін таныстырып өтіңдер, енді бір-бірімізбен дос болайық, тату болайық енді. Балдар барынша кішкене мен болмай, өздерің мінездерін көрсетпеңдер енді. Таныстырып өте қойыңдар. Менің атым Қасар. Асар, сен Менің атым Алихан. Сен қай? Кіріті Аяна. Кіріті Аяна? Ерекше екен, ой, күшті екен. Аяна десе, Аяна болып сырғаны қатырыпсың басқаша. Енді бізде, Аяна, сен жаңа болмай қалдың ғой, айтпақшы. Бүгін бізде лагерден біраз нәрсе үйретіп тастадым, уже балдарға біраз нәрсе таныстырдым. Бүгін бізде лагердің бірінші күні болғаннан кейін таныстыру сабағы болады. Айтпақшы, Аяна, сен жаңа болмай қалдың ғой. Бізде ертең бассейнге барамыз. Барлықтарың купальниктерің бар шығар, дайын болып келіңдер. Мен бармаймын. Мен бармаймын. Неге купальнигің жоқ па еле? Жоқ, бассейн ұнамайды. Ұнамайды? Я. Бармасаң да қасымызда жүру керексің. Екен мен түгелдеймін, барлықтарға жауап берем. Мақұл, Аяна? Жоқ, бармаймын. Жарайды, онда Аяна осы киіммен бара берсін, сендер купальниктеріңді алып барыңдар. Бармаймын. Неге бармайсың? Ұнамайды. Жарайды, онда Аяна барғысы келмесе бармай-ақ қойыңдар. Сендер дайындалыңдар. Жүріңдер, енді біз лагердің ішін сендерге бір таныстырайын. Жүріңдер. Аяна сәл жай шайына, кішкене бетіңе жабыс қалмасын қазір. Барлығымыз бетін тазалап отпайық. Жүріңдер кеттік. Жүріңдер, қыздар. Таныстырайын, лагердің ішін таныстырайын. Сендер енді осы 10 күн осы үйде боласыңдар, осы аулада боласыңдар. Бір-бірлерімен дос болыңдар енді. Бақшы қыздар, тоқтай тұрыңдар. Бері қараңдар. Мынау төсек орындарың. Мына жерде үшеуіңе арналған как раз төсек орын бар. Осы жерде түнде ұйықтап демаласыңдар. Ар жақта кухняларың бар, қазір барлығын таныстырып өтем. Орындарың жайлы. Мен жаққа жатам. Мына жаққа? Мен жаққа жатам. Жарайды, орындарын бөліп алсаңдар. Жаққа Әлихан ұл бала болады жоғары. Жүріңдер енді. Келесі жақ таныстырайын, жүріңдер. Текте жүре қойыңдар. Келесі бөлме. Айтпақшы қыздар, сендер мына жерде отырып, біздің кітапханамызда кітаптар көп. Сол жерден кітаптар әкеліп, осы жерде отырып демалсаңдар болады. Осы жерде отырып демала тұрыңдар. Қарбе, обед дайын болып па, біліп келейін, Махмат? Таныса беріңдер бір-бірлеріңмен. Я. Отырсам бола ма? Кетші бар, отырасын, мен жатырмын ғой. Вообще-то, сен яғы отырсын, тұршы былай, тұршы былай. Бұл лагер маған арналған, маған түсіне ма, екеуің тез мына жерге келіңдер. Басқа шығып беттіңдер ғой, тұр былай,
Короче, ертең мен бассейнге баратын болып шештім. Екеуің көріп оның оңынан қойып тастайсыңдар, түсіне ма? Оның қыз қақтан аламыз біз? Ұстап сөйле түсіне ма? Кешіріңіз. Короче, қойып тастайсыңдар ма? Қойып тастайсыңдар. Мен баратын болып шештім. Ал яқа 10 мың емес, 5 мың болса да жетеді ғой. Сен маған ақыл үйретіңдер ме, не маған, Ар күні музейге ақша жинап тастайсыңдар, түсіне ма екеуің? А то сендер вообще-то тілдерің ұзарайды да, осы қазір сабақ біткеннен кейін лагерьден қайтатын кезде мектептің артына келіңдер, түсінер ма? Қазір сен менің аяғымды сүртесің. Немесе жалайсың. Бірін таңда. Мен сүртпеймін де жаламаймын да. Түсінім ба, аяғымды сүртесің, жалайсың. Бірін таңда. Сүртем, болды, сүртемін. Сүртесің ба? Ендігі кезекте екеуің менің айтқандарын тыңдайсыңдар. Осыдан тыңдамай көріңдер, бір жерде сылдырып кетерсіңдер. Болды, тыңдаймыз. Тамақ ішіп қойып, екеуің осы мектептің артына екеуің жиналатын болыңдар, түсінер ма? Оның 10 мыңнан қойып тастайсыңдар. Сонда 20 мың. Білмеймін, ақшаларым жоқ па, бар ма, маған бәрі. Ол мені мазаламайды да. Просто так берсіңдер болды. Мен сендер жай ғана былай жібере салам. Ал бермейтін болсаң да, мен сендерге көрсетемін. Енді оның дейін қақтан аламын. Оған түшіп берем ба? Балалар, не істеп жатсыңдар? Жүре қойыңдар, тамақ дайын болыпты. Жүре қойыңдар. Не Алихан настроение жоқ? Біреу ренжітті ма? Сейші, аяны? Мен қазір барамын. Болды, келе ғой тез-тез. Бұяқтың тамақтары қандай болады екен? Мен бұяқтың тамақтарын ұнатпаймын да о. Катап сөздеп қойын. Может, нормально болса, ішем. Нормально болмаса, кафеге бара салам. Өзімнің суши пиццам жей салам. Тамақтанды болды ғой, Қарым тойып беді. Менде ғой. Лаваш! Менде жегім кеп тұр. Лаваш сатама өзі лагерде. Сен лавашты қайдан алдың? Заказ еттім. Не болды? Командарым бар ма не? Мен ұрылап төлеп тұрсынамын. Жоқ, мен заказ алып жедім, заказ алып. Асқананың өзің тегін тамағы бар, соны жемейсің. Маған асқананың тамағы ұнамайды. Жаңа бір алып, қолым алсам, үйсі бұрқы жаман шықты. Жегім келмей қалды. Жоқ, амалар піскен жүзімдері әп-әдемі болып тұр ғой. Жоқ, мен оны әсе жемеймін. Мен оны тамаққа үйренбегем. Мен тек лаваш, бургер, суши, пицца ғана жеймін. Не, жегілерің кеп тұр ма? Естің бе? Матсева. Кім айтты саған істе деп? Сенде бейшаралар. Мұндайды өмірінде жеп көрмеген шығар. Жегілерің ере ма? Онда жауы сұрайсыңдар маған. Сұрайсыңдар ма, сұрамайсыңдар ма? Айтпақшы, сендер мен айтқан суманы әкелдіңдер ма? Ол ертең еді ғой, біз әлі жинаған жоқпыз оны. Қалай ертең? Мен ертең уже кету керекпін. Сен онсыз да байсың ғой. Қалай сонда бай? Маған бай болсын да бәрібір. Маған тағы да қосымша ақша керек. Осы мен адамдардан ақша жинап алған ұнайды. Әкеліңдер ме сонымен? Жоқ. Сен қалай әкелмейсің, Сен қалай әкелмейсің, Сен әкел деп едім ғой. Еще жегім кеп тұр дейді. Жегісі келген адам ақшасы болады, түсінің ба? Сенде бешерлер оны қайтып жейді. Сен же әкелдің ба? Жоқ. Қалай әкелмедің сен, Сен әкел деп едің ғой. Жынды оқы қалған ба? Қашып кеткен еді, бәрібір ұстап алам. Қашып кеткен еді тағы да. Ертең тағы да бассейнге барайын ба? Қыз, сен түртесің. Мұнда не болып жатыр, қыздар? Наусінес, қыздар? Тұрағы не болды? Наусінес тағы да? Аяна, сен қандай қызсың өзі? Ештеңе болған жоқ, жай. Не қолындағы лаваш? Қақтан алдың? Сен не лагерь тамағын ішпеген ба, бұл только бургер, чикен сондай жейін деді.
Ондай болмайды, сырттан тамақ әкелуге болмайды. Аяна бізде. Лагердің аналары маған біртүрлі иісі жаман деп жатыр. Кім айтты оны? Ешкім. Әлихан Сен ба? Мен емес. Әлихан мұндай бола емес сияқты ғой. Әлихан қайда, Әлихан? Әлихан айтты. Әлихан қайда? Сен бір жерің ауыртаған жоқсың ба? Әлихан мынадан қорқып қашып кетіп қалды. Не істедің сен Әлиханға? Ештеңе жоқ. Ол Әлиханнан ақша бер деп сұрады. Ертең Еще ақша сұрадың ба Я сен? Аяна, сен қазір бар да директордың кабинетіне кір. Сөйтіп ата-анаңды звондап шақырамыз. Қазір тез директордың кабинетіне бар. Бар сөйлесеміз, бар сен қыз. Әлихан қайда? Әлихан! Кел, отыршы Рашеке. Бір жеріңді ауыртып алмадың ба? Отыра қойшы, сөйлесейік. Осар, Әлихан қане енді? Мен Әлихан білмеймін қақта екен. Әлихан! Әлихан! Ау, шашып кеткен жоқ па? Кеш бері. Не болып жатыр мұнда, Әлихан? Отыршы. Дұрыстап, бұған жаман жай түсіндіріңдерші, не болып жатыр өзі? Ол біз осы неге келгенбіз? Залдан кел, осы асханадан келді да лаваш келді. Біз жай ғана лаваш дегеннен сонымен болмайды ма деп бізді ұрып өзімен өзі ақша сұрап бастады ғой. Аяла ма? Бізді мектептің артына жинап бізге 10 мыңнан сұрады. Еще ақша талап етіп жатыр ма? Иә. Ертең бассейнге баруым керек деп. Ертерек айтпайсыңдар ма сондай нәрсені маған? Сіз келмедіңіз ғой. Жоқ, сендер ескертулерің керек еді. Жүндерші ана директорге барайық, бәрін түсіндірейік. Ана Аяна бұл жерге лагерде қалуға тиіс емес. Оны лагерден шығарып жіберу керек. Керек емес ондай қыздарды. Ертең біреуің бір жерің бірдеңе болса мен жауап беремін ғой. Жүндер ана, қазір ата-анасы звондап шақыртып алып, бұл лагерден шығарып жібереміз.